Тауықтарыңыздың иммунитеті жоғары, қысы-жазы жұмыртқа тусын десеңіздер, дәл осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Күнделікті тауықтарымның ас ішуін, көңіл күйлерін бақылап жүргендіктен, жем салғанда тамаққа ешқандай құлшынысы жоқ балапанымды байқадым. Әрине, тауықтардың ауруы өте қауіпті. Біреу ауырса, барлығына жұғуы мүмкін. Жақын арада ешқандай тамақ жемеген және де терісінде ешқандай құрт бейттің жоқ екенін анықтадым. Әрине, оған керегі аппетитін ашып, бойына күш беретін витабутан деген витаминді күніне бір мезгіл суларына қосып, 3 күн тоқтатпай беріп отырдым. Қазіргі таңда денсаулығы дұрысталып, аппетиті ашылды. Күнде туып жүрген тауықтарымның жұмыртқа тууы азайғаннан кейін әтешімді ауыстырамын деп шештім. Жасы үлкейіп, қартайғаннан кейін жас әтештен бірден жеңіліп қалды. Әрине, өзімдікіне бауыр басып қалдым, бірақ әтеш ауыстырғаннан кейін ғана жұмыртқа туу тұрақтала бастады. Есте сақтап алыңыздар, тауықтарға ең керекті организмдегі микробтардың барлығын өлтіретін осындай пенсилинді 8 литрлік суға қосып, жақсылап шайқап алғаннан кейін тауықтарыңызға бере беруге болады. Бұндай пайдалы ақпараттармен көп адамдар бөлісе бермейді, сондықтан да парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.